мен сіздерге алып келген переденің аты көкпар борд деп аталады. Бұл бізде барлықтарымызды қазіргі ойымыз ортақ жерден шығыпты. Ұлттық құндылықтарымызға негізделген ойын болып табылады. Бұл ойын, бұл идеямның мақсаты біріншіден әрине ұлттық құндылықтарды дәріптеу болса, екіншіден өзіміздің ұлттық ойынымыз көкпарды күнделікті деңгейде көрсету және сонымен қатар оқушылардың функционалды сауаттылығын дамыту. Бұл жерде сіздерге функционалдық сауаттылық қайдан шықты деген сұрақ туындауы мүмкін, солай емес па? Алайда біздің жүрмес мектебінің бір ерекшелігі, біздің оқушылар сабақтың басында телефондарын өткізіп тастайды және ешқандай керегі болмаса, біз оны көбінесе қолданбауға тырысамыз. Сол арқылы біз оқушылардың зейінін шоғырланамыз. Осы жерде әртүрлі ойындарды қолдану бізге өте тиімді болып табылады. Бұл идеяның өзектілігі үстел үсті ойын арқылы ұлттық құндылықтарды дамыту, ойын ережелерін үйрену, сонымен қатар осы ойындарда заман талабына сай бейімдеу болып табылады. Бұл ойын 3 деңгейге бөлінген. Нәтижем осы ойын арқылы функционалды сауатты, сыни ойлау қабілеті дамыған, зейіні шоғырланған тұлға тәрбиелеу. Тек қана кіріспе айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Қазіргі кезде функционалдық сауаттылық барлығымыздың ортақ проблемамыз болып табылады. Соны зерттеу барысында біраз қиындықтар бар екені белгілі. Оқушыларға соны зерттеу барысында сауалнама өткізген болатынмын. Сауалнама сұрақтары: ұялы телефоннан басқа қандай қызықты үстел ойындарын білесіздер? Ұлттық ойынның қандай түрлерін білесіздер? Бұл ұлттық ойындардың мақсаты неде? Ерекшелігі неде? Несімен қызық? Және де ағылшын тілін үйренуде қандай ойындарды қолданасыздар? Олардың жауаптары алдарыңызда тұр. Оқушылар көбінесе монополия ойнайды, көкпар, қасқу ұлттық ойындарды біледі, бірақ ерекшелігі тек қана сырттағы физикалық ойындар деп қана қабылдайды. Денсаулыққа пайдалы ойын ретінде көреді, ал өздері бос уақыттарында Roblox, тіл үйрену үшін Lingvaleo, Duolingoны қолданады. Менің сіздерге ұсынатын ойыным көкпар борд деп аталады. Бұл ойынның бірнеше бөлімден тұрады. Негізгі ерекшелігі аты көкпар болған менде бұл ойынның бір ойынның ішінде 4 ойынды қамтып кетеді. Мынау маған керек құралдардың барлығы бір жерде жиналған және мен осыны дидактикалық құралдарымды жинайтын қорап ретінде қолдана аламын. Негізгі ең үлкен ойын көкпар болып табылады. Мынау бізде асық ойынына негізделген. Мынау ең алдымен бұл жерде тақырыптарын деңгейге бөлінген болып табылады. Әр деңгейге әр сыныпқа жеке-жеке карточка дайындалған. Ол карточкалар уже мақсатында сәйкес келеді. Сол карточкаларды әр сыныпқа 6 категорияға бөлінген болады. Оқушылар асық ойыны арқылы, яғни асықты ату арқылы қай категорияға түсетінін тауып алып, жеке жазып қоюға болады соларына. Сол жерден ойынды бастайды. Сол категорияның сұрақтарына жауап беру керек. Әрбір дұрыс жауабы болған сайын аталған серкелерімізді бір қадам алдыға жылжытып отырамыз. Егер ойыншымыз мүдделіп қалған болса, онда келесі топқа өте береді. Серкесі ең алғаш қазанға түскен топ жеңімпаз болады. Бұл байқап қарасаңыздар, кәдімгі көкпар ойын ережесіне сәйкес келеді. Не ойынның өрнісі? Кейін тағы да бір ерекшелігі, мен бұл ойынымды басқаша түрмен көрсете аламын. Мысалы, тек қана мына қораптың өзін қолданып, мен бәйге ойын ойната аламын. Яғни категорияға бөлмей-ақ оқушылар тез сұрақтарға жауап беру арқылы қазанға өзінің олжасын түсіре алады. Немесе тек қана мына екеуін қолдану арқылы да тез сабақтың басында бекіту тапсырмалар немесе префикстей аламын. Сонымен қатар тек қана мына қораптың көмегімен мен оқушыларға асық ойын ойната аламын. Мысалы, мына категорияға жазып қойса, спорт деп жазса, осы категорияға түскен болса, осы тақырыптағы сөздерді айт деп көрсетеді. Ойынды ойната аламын. Қарасаңыздар, бір ойынның ішінде бірнеше ойындар бар. Бөлінген деңгейлері
міне мен сіздерге айтып өткен БВЖ мақсаттары менің нәтижелерім. Мен параллель сыныптарға осы ойындарды ойнатып және ойнатпай сабақ өткізіп көрген болатынмын. Бұл жердегі ерекшелігі ойнатқан сыныптарды қызығушылық деңгейлері біршама жоғары болды. Олар ой ойыныңыз қызық екен, мынау көкпарды былай ойнауға болатынын білмеппіз. Бұл жерде стратегия керек екен, немесе асықта геометрия керек екен, біз ойланбаппыз дегендей де ойларды ұсынып жатты. Мынау менің алдында өткен 8-ші сыныпта өткен The Natural World тақырыбындағы сабағының үлгісі. Бұл жерде оқушылар табиғи әлем ұғымдарын қолдана отырып дайындықсыз сөйлем және диалог деңгейінде жауап беру және пікірталасқа түсу керек болады. Оқушылар тез пікірталасқа түсе алды және де сонымен қатар табиғи әлем атауларын көкпармен үйлестіре алды. Тағы да бір үлгісі. Қолданылу бекіту қайталау деңгейлерді қолданылады. Ерекшелігі, жаңа айтып өткендей, компьютерді немесе телефонды қолданғаннан гөрі оқушылардың миы стимуляция төменірек болғандықтан олардың зейіні көбірек шоғырланады. Сақ моторика мен координация дамиды. Ұлттық ойындардың интеллектуалдық аспекті көрсетеді. Жылдамдықтары дамиды және тақырыпқа жылдам назар аудара алады. Өз ойларын еркін айтып, ешқандай сыртқы стимулдарға назар аудармайтын болады. Менің сіздерге көрсететін передением осы. Назарларыңызға рахмет.